Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге разиола деп аталатын аты таңсық болмағанымен, бірақ осы аурумен біздің балаларымыз өте көп ауырады. Яғни разиола дегеніміз вирусты инфекциямен, яғни герпес вирусының 6-шы типімен шақырылатын жедел вирусты инфекциялық ауру болып табылады. Бұл аурумен 6 айдан бастап 3 жасқа дейінгі балалар жиі ауырады. Симптомдары қандай? Біріншіден, баланың температурасы көтеріледі. 39-48 градусқа дейін болады. Және бұл жерде мұрын ағуы, тамақтың қызаруы, жөтел деген симптомдар тек қана 10% қана болуы мүмкін. Ал 90% жағдайда бұл симптомдар болмайды. Сонда тек температураның көтерілуімен сипатталады. Алғашқы 3-4 күнде температура түскеннен кейін баланың денесінде аяқ қолынан бөртпелердің шығуымен сипатталады. Яғни температура түскеннен кейін. Міне осы кезде біз бөртпелерді аллергиялық бөртпелермен шатастыруымыз мүмкін. Фенистил беріп көреміз, бірақ фенистил әсер етпейді. Өйткені бұл вирусты инфекция. Бөртпелер өздігінен 5-7 күннің ішінде дым із қалдырмай кетіп қалады. Бұл разиола ауру болып табылады. Енді бұның емі қандай? Емі симптоматикалық ем. Яғни балаға көбінесе сұйықтық береміз. Екіншіден, температурасын түсіру үшін ибуфен немесе парацетамолды баланың салмағына қарай өлшеп береміз, және баланы міндетті түрде далаға таза ауаға шығарамыз.